Қайырлы күн, құрметті көрермендер, біз пікірсайысымызды бастаймыз. Пікірсайысымыздың тақырыбы бұл палата латын әліпбиіне көшуді қолдайды. Олай болса, жақтаушы топтың бірінші спикерін шақырамыз. Уақытыңыз 7 минут. Сәлеметсіздер ме, құрметті ағайын, алаш жұрты, барлықтарыңызды көргеніме қуаныштымын. Бүгінгі тақырып латын әліпбиіне қосуды қолдаймыз. Латын әліпбиінің идеологиясы 2006 жылы Қазақстан Ассамблеясының съезінде ең бірінші рет қозғатылған болатын осы сұрақ. Және осы елбасымыздың 2050 даму стратегиясы бойынша 2025 жылға шейін біз толығымен латын әліпбиіне көшуіміз керек. Яғни біз осыны қолдаймыз ба, не даттаймыз ба? Яғни қолдаушылар ретінде біз осыны не үшін қолдайтынымызды дәлелдеп беретін боламыз. Бүгінгі таңда осы сұрақ қоғамның қызу талқылауында жүріп отырған мәселелердің бірі болып табылады. Яғни біздің әл-ауқатымыз бұған жете ме, не жетпей ме? Яғни біз осы қолдаушы позициясында оның не үшін біздің әл-ауқатымыз жетеді, және осы арқылы біз қалай дамитынымызды көрсетіп беретін боламыз. Мен сіздерге бүгін үш нәрсе жайлы сөйлейтін боламын. Ол біздің тілдің әлеуметімізге байланысты. Біріншісі, тілдің әлеуметіміз ол қазіргі уақыттағы көптеген мәселелерді қозғап отыр. Ол орыс тілінен енген сөздердің тіке аудармасы болмауы деген сияқты, ол басқа тілден енген терминдердің тіке аудармасы болмауы деген сияқты, және осылардың кесінен қазіргі уақыттағы қазақи сөздердің жоғалуы, яғни тек қана орыс тілінен енген сөзді біздің халқымыз оны дұрыс деп санап, солай сөйлеп үйреніп жүре береді. Яғни осы мәселе бізді қозғамасақ, яғни шеше алмасақ, кейінгі уақытта біздің негізгі тілдік құндылықтарымыз жоғалуына алып келеді деген ойдамын, Төреші Қандырымыз бар. Және қазіргі уақытта біз бұны латын әліпбиімен қалай шешетін боламыз? Латын әліпбиі ол бәрімізге мәлім, бұрынғы уақыттардан бері өте танымал болып келеді, және көптеген елдерде, яғни тіпті түрік тілдес елдердің өздерінде де ұсталынады бұл. Осы латын әліпбиінде біздің кириллицаға әліпбиіндегідей емес, көптеген қазақ ғ, қ деген әріптердің нағыз үндестігі бола алатын, нағыз дауысы шығатын әліпбилердің қатарына жатады. Және менің ойымша, біз осы әліпбиді қолданатын болсақ, біздің қазіргі уақыттағы осы сөздерді қолдануымызға үлкен көмегіміз тиеді. Осы әріптерді қолдануымызға, осы дыбыстарды қолдануымызға. Өйткені біз нағыз қазақша сөйлеу стилімізді шығаратын боламыз. Біз көптеген орысша сөздердің аудармаларын өзімізге ыңғайландырылып алатын боламыз. Осы дыбыс үндестіктер арқылы, осы әріптер арқылы, Төреші Қандырымыз бар. Қазіргі уақытта ең қанжитын нәрсе осы бүкіл қоғамды. Ол көптеген қазақ қоғамы осы орыс тілінен енген сөздерді олар сол қалпында қабылдап, және оны дұрыс деп санауда, Төреші Қандырымыз бар. Оны дұрыс деп санауы қазіргі уақытта бізге үлкен, жаңағы мен айтқан, кейінгі уақыттағы тілдік мәселелерді шығарып отыр, Төреші Қандырымыз бар. Менің ойымша, біз осы арқылы сол халық санасына енгізе аламыз. Қазіргі уақытта бізде осындай да тәсілдер бар екенмен, біз осы алфавит арқылы да нағыз қазақ сөздерін шығара аламыз деген сияқты нәрселерге, Төреші Қандырымыз бар. Кезінде профессор Всеволодов деген кісі осындай мәселені қозғаған екен 98 жылы. Ол кісінің статьясында былай жазылған. Кейінде Сталин кезінде біз араб әліпбиінен көптеген Орта Азия елдерін неге латынға және неге кириллицаға ауыстырды деген сұрақ қозғалыпты. Сол кезде айтқан екен ол кісі, біз латынға және біріншіден латынға ауыстырдық, олар өз негізгі тілдеріндегі аудармасы болмас үшін дейді. Бірақ өкінішке орай латынға көшкен кезінде оларда осы үндестіктер, осы дыбыстар қала берді, және олар қазақша немесе өз тілдерінде сөйлей берді Орта Азия елдері. Бірақ одан кейінгі уақытта Сталин мырза оны кириллицаға ауыстыратын болды, және ол үшін осы тиімді тәсіл болды. Ол сол елдер өзінің негізгі тіке аудармасы болмай, сол орыс тіліне тікелей көше беруіне деген сияқты. Және өкінішке орай сол саясат қазіргі күнге шейін жалғасып келе жатыр. Және сол саясат біз тәуелсіздік алған күннің өзінде адамдардың санасында қалып отыр, Төреші Қандырымыз бар. Және осы біз үшін үлкен кедергі болып отыр өзіміздің тілімізді дамытуға. Қазіргі заман ол әр уақытта жаһандану заманы болып саналады. Жаһандану заманы болған кезде бізде өзіміздің тіліміздің иммунитеті осыған шыдай алмайды деген қауіп бар, Төреші Қандырымыз бар. Осы қауіптің кесірінен біздің негізгі тілдік құндылықтар жоғалып жатыр. Осының кесірінен біз көптеген сөздерді аудара алмаймыз, немесе өзіміз қиналып жатырмыз қазақша сөйлеудің өзіне, Төреші Қандырымыз бар. Латын әліпбиі біз үшін тиімді тәсіл болып табылады. Өйткені біз бұны кезінде қолданып та қойдық. Біз үшін бұл үйреншікті болып кететініне мен аса сеніммен айта аламын. Неге? Өйткені қазіргі уақыттағы қоғамның санасы, осыны игеруге деген санасы, ол жеткілікті. Өйткені біздің буындар арасындағы түсініспеушілік бола қоймайды. Өйткені менің анам немесе әкем барып маған айтпайды, ей балам, сен латынша не жазып отырсың деп. Өйткені ол кісілер кезінің өзінде
немісше оқыды совет кезінің өзінде, олар кезінде ағылшынша оқыды, және олар осы әріп тануға әл ауқаты толығымен жетеді деп айта аламын мен, Төреш хандар мырзалар. Және осы арқылы ол көптеген қазақ халқын немесе бүкіл елді қамтып кете алады деген сеніммен айта аламын мен, Төреш хандар мырзалар. Екінші мәселе, қазіргі уақыттағы бүкіл жаһандану әлемде ол техника болсын, ол ғылым болсын, көптеген нәрселер ол ағылшын тілінде, яғни латын әліпбиінде көп жазылып, көп қозғалатын болады. Және қазіргі уақытта біз үшін ол өте тиімсіз болып отыр. Неге? Өйткені біз біріншіден, әрине келсем, оларды аударамыз, оларды бізге орысша аударамыз, орысшадан қазақшаға аударып, рахмет, қазақшаға аударып, көптеген жұмыстарды қамтып отыру керек болады. Мен енді осы жерде негізгі мәселе, екінші нүктені мен былай алдым, техника тілдерін оңтайландыру деп. Техника тілдері ол қазіргі уақыттағы программалар болсын, сайттар болсын, көбі ағылшын тілінде. Және осы кезде бізде мынандай мүмкіндіктер болады. Біз қоғамды осы латын әліпбиіне енгізгеннен кейін, олар осыған үйреншікті, осы барыс бойынша оқып жүре беретін болады. Сәйкесінше оларға ағылшын тіліндегі нәрселерді оқу қиыншылыққа соқпайтын болады. Мен әрине келсем, біздегі бірақ мәселе қалады, осы кезде ол аудару деген сияқты. Осының өзінде біз өзіміздің қоғамымызды осындай дүниелерге үйреншікті нәрселерге үйрететін болсақ, олар кейінгі уақытта осы техника тілдерін игеруге көптеп латын әліпбиі арқасында көптеп көмегі тиетін болады осыған. Ол сайтта осы ғылым көптеген нәрселерді осы техниканың барысына кіргізуге болады. Ол біздің қазіргі уақыттағы дамуға үлес қосып отқан ғылым болсын, немесе басқа дүниелер болсын, Төреш хандар мырзалар. Және үшінші, менің ойымша ең маңызды нүктелер ол тілді игеруге байланысты. Бізде орфографиялық көптеген мәселелер бар қазақ қоғамында. Мен үшін кезіндегі орысша сөздер бар, командир немесе офицер деген сияқты. Біз оларды командир немесе офицер деген сияқты жазбалардың кесірінен бізде көптеген қателіктер туады, немесе басқа дүниелер туады да. Және сол арқасында бізде қазіргі уақытта латын әліпбиіне осы нәрселерді өзімізге ыңғайландыру арқылы біз көптеген мүмкіндіктер алатын боламыз. Ол бағанағыдай орфографиялық көптеген қателіктер жібермеуге, немесе вообще қоғамды дұрыс үйретуге осындай нәрселерге. Және тілді игеруге байланысты көптеген мүмкіндіктеріміз осы бағанағы техника тілдерін үйренуге немесе басқа нәрселермен тығыз байланысты болады. Ол негізгі мәселе осы жердегі ол Қазақстан Республикасының қоғамын қазақ тіліне өту трендінің жаңа лебін қалыптастырып береміз. Қоғамды осылай өзіңнің тіліңнің қаншалықты маңызды екенін және оны жоғалтпаудағы мәселені осы біз латын әліпбиін қоғамға үйрету арқылы және сол латын әліпбиіндегі керек нәрселерді, керек дыбыстарды, керек әріптерді өзіміздің қазақ қоғамына үйрету арқылы көптеген мәселелерін алдын ала аламыз деген ойдамыз. Рахмет. Жақтаушы тобының бірінші спикеріне сұрақ қойылады. Саламатсыз ба? Менде бірнеше сұрақ бар. Біріншіден сіз айтасыз, егер де біз латын алфавитіне көшетін болсақ, онда біздің орыс тілінен қазақша баламасы жоқ сөздердің қазақша баламасын табамыз, терминдерді аударып аламыз. Енді менде сұрақ бар. Неге бұл әліпбиге байланысты? Өйткені әліпбидегі әріптердің өзі қазіргі уақытта біздің қазақи әріптер орыс тілінің кесірінен бізге көптеген еніп отқан сөздердің қолданыстан тыс, ол ғ болсын, қ болсын, ө болсын. Менің ойымша біз осы дыбыстардың үндестігі латын әліпбиіне шыққан соң, біз қазақша сөздердің формировкасы соғышта оңайырақ жүреді деп ойлаймын. Жарайды, дыбыстық үндестіктерді қоя тұрайық. Мысалға біз қазір кириллица бар кезде балкон деген сөзді қылтима деп аударып жатырмыз, немесе тағы да басқа велосипед дегенді шайтан арба деп аударып жатырмыз. Әрбір орыстың сөздерін аудармасы жоқ деп бәрі есептейтін. Аударып жатырмыз кириллицаға. Бұған аударуға латын алфавиті қалай көмектеседі және кириллица немен кедергі болып жатыр? Бұл жердегі ең маңызды сұрақ, сіздің ойыңызша ол аудармаға ғана кеп тірелмеу керек. Менің ойымша ол жаһандану барысындағы негізгі біздің елдің ұстанатын приоритеті ол дамуға кеп тіреледі. Және осы кездегі приоритет біз алфавит арқылы біз бәрін мықты қылып немесе бәрін үйретіп кетпейміз демейміз. Біз негізгі мәселе алғашқы бастау осы болады деп ойлаймыз. Тек қана бастау да. Онда келесі сұрақ менде. Сіз айтасыз, егер де біз латын әліпбиіне көшетін болсақ, онда техникамыз, ғылыми техникалық жетістіктеріміз әлемнің стандарттарға сай болады дейсіз. Енді менде мынандай сұрақ бар. Сіз өзіңіз айтпақшы, интернеттегі ақпараттардың көп бөлігі ағылшын тілінде, егер де біз қазақтың әліпбиін латын әліпбиіне ауыстыратын болсақ, қазақтар қалай бірден ағылшынша үйреніп кетеді, немесе Google-дағы ағылшынша ақпараттардың бәрін қалай түсініп кетеміз? Түсіндім сұрағыңызды. Бұл тарапта мен сізге өзімнің сөз айтқан кезімде түсінуге бір мәселе туғызудың қажет жоқ деп ойлаймын. Өйткені біздің бұған өтуіміз ол этап-этаппен тұратын болады. Және біздің қоғамның санасы бұны үйренуге әлде қайда
әл ауқаты жетеді деп ойлаймын. Өйткені біз бұны оқыған соң, мен айтып тұрған жоқпын, біз тілді толық меңгеріп кетеміз деп. Бірақ бізге бұл соны үйренуге деген көбірек мүмкіндік береді деп айтамын. Демек бізге әлі күнге дейін тілді үйрену керек болады, немесе ақпаратты аудару керек болады қазақ тіліне. Оңайырақ жүреді сол Аудару керек процесс. болатын болса, онда біз әлі күнге дейін кириллицада істеп жатқан мәселелердің бәрін сол латын алфавитінде істейтін боламыз. Біз кириллицаға қарағанда мына жақта оңайырақ жұмыс істейміз. Неге оңай? Өйткені бұл жақтағы бағанағы мен айтқан қазақша үндестікке келетін көп сөздер осы жақта орын алады. Ағылшын тілінің сөздері қазақша үндестікке қалай Біз оны аударсақ, кириллицамен неге келмейді? кириллицамен келген ол кездегі негізгі акцент ол сол сөздің сол бойынша қалуында қалады. Және оған аудармасын таппасақ, біз орыстардың сөздерін қостаймыз, инновация болса инновация деп қалып қалады, немесе басқа дүниелер просто солай қалып қалады. Демек біз латын алфавитінде көшетін болсақ, ағылшынның innovation деген сөзін инновация емес басқа бірдеңеде аударамыз да? Жаһандану. Жаһандану. Неге қазір инновацияны жаһандану демейміз? Кириллица бар кезде. Өйткені біздің қоғамның санасы соған тіреліп қалып отыр, что орыстардың айтқан инновациясы біз үшін әрдайым дұрыс болып қала беретін. Демек проблема Ресей мемлекетінде немесе орыс тілінде Жоқ, проблема. проблема біздің халықтың соны дұрыс деп қабылдауында. Жеткілікті, рахмет. Келесі сөз кезегіне даттаушы тобының бірінші спикерін шақырамыз. Уақытыңыз 7 минут. Мен өз сөзімді ең алдымен жақтаушы тараптың кеткен қателігінен бастағым келіп отыр. Бұлар түсінбей жатыр, қазіргі таңда тіл дегеніміз ол өте нәзік мәселе. Біз тіл арқылы кез келген шешім қабылдау барысында біз баяу, әрі мұқият және абай болуымыз қажет. Қазіргі таңда дәл Қазақстанның жағдайында бұл тіл өте өршіп тұрған мәселе болып табылады. Сондықтан да олардың айтып отырған бұл жерде тіл әлеуметі, орыс тілінен келген сөздерді қазақша баламаларын латын әліпбиіне көшкен кезде жақсырақ аударамыз деген нәрселердің барлығы неліктен кириллицада болмайтын, олар бізге түсіндіріп бере алмайды. Жаңағыда біз айтып өткендей, балкон деген сөзді қылтима деп те аударып, біз өзіміздің кириллицада ешқандай да мәселесіз ол нәрсені қолданып жүрміз. Қазіргі таңда ол нәрсенің барлығын қолданысқа енгізу процесі де жүзеге асырылып жатыр. Бірақ та, егер де біз латын әліпбиін енгізетін болсақ, бізде көптеген проблемалар пайда болатын болады, мен ол проблемалар туралы болашақта сөйлесетін боламын. Енді үндестігі бола алады, ол жақта орфоэпиялық әртүрлі үндестіктер латын әліпбиіне жақсырақ дейді. Бірақ біз түсінуіміз керек, Сталинге дейінгі уақыттағы латын әліпбиі, ол жердегі үндестіктер, ол жердегі жазулардың көбісі қате болған. Қазіргі таңда ғалымдар осы тіл мәселесін зерттеу бойынша ол жердегі көп сөздер дұрыс емес жазылған. Ал егер де біз дәл сол нұсқаны қазіргі таңда қолданатын болсақ, ол кезде халықтың түсінбеушілігіне, яғни қоғамның арасында сауатсыздыққа алып келетін болады. Ал бірақ та қазіргі таңда кириллица халықтың арасында нормализацияға енген. Яғни ол толығымен адаптацияға жеткен. Қазіргі таңда біз осы нәрсенің барлығын ескере отырып, латын әліпбиіне көшу бізге өте үлкен проблемалар туғызатынын көреміз. Одан кейін олар техника және ғылым туралы сөйлейді. Сіздер түсінулеріңіз керек. Техника немесе ғылымның тілі ол жақта ағылшын тілі болып табылады. Және біз осы ғылымның тілін, осы ағылшын тілін меңгеріп арқылы түсіне аламыз. Бірақ біз өзіміздің неліктен қазақ тілімізді құрбан етіп, неліктен қазақ тілімізді латын әліпбиіне көшіру арқылы ғана техника мен ғылымның тілін түсінуіміз керектігін мен мүлдем түсінбеймін. Өйткені ол жерде жазылған сөздер қазақша жазылмаған, ол жердегі сөздер ағылшынша жазылған, тек қана әріптері басқа болмас. Сондықтан да бұл жердегі проблема онша қатты проблема емес. Және ең соңғысы олар айтады, бастау осы болады. Біз оны жаймен жай жасаймыз дейді. Бірақ біз түсінуіміз керек, халық оны мүлдем қабылдай алмайды. Халықтың қазіргі кездегі ой санасы бұған мүлдем сәйкес келмейді, оны мен тағы да түсіндіріп кететін боламын. Бірінші нәрсе, біз айтатын, бұл жерде өте үлкен қаржылай шығынға тап боламыз. Біз Өзбекстан, Әзірбайжан 1993 жылдан бастап өздерінің тілдерін латын әліпбиіне аударуды бастаған. Енді осы нәрсенің барлығын қолға қойып жатқан кезде оларда көптеген проблемалар пайда болған. Біз осы тәжірибелерге қарап өзімізге қателіктерді аламыз дейді. Бірақ біз ол қателіктердің орны толмайтын, түзей алмайтын қателіктер болып табылады. Олар өздерінің көптеген жәдігерлерін, ғылыми жұмыстарын көптеген аударуда көптеген проблемаларға сәйкес келген, көптеген тарихи жәдігерлерін жоғалтып алған. Мысалы, Түркменстанда 2000 жылдан бастап олардың бүкіл құжаттары осы латын әліпбиімен жазылса да, қазіргі таңдағы халықтың бәрібір де қолданысып жүргендігі ол кириллица болып табылады. Қазіргі таңда Өзбекстанның жастары мен үлкендердің арасында, жастардың арасында мектептерінде қаншалықты латын әліпбиімен оларды оқытатын болса да, олар бәрібір де кириллицаны, егде адамдар бәрібір де кириллицаны қолданатын болады. Оның үстіне мектептердегі кітаптарды аудару және осы мектептегі кітаптардың барлығын басынан жасап шығару, олардың барлығын зерттеу, латын әліпбиінің үндестіктері заңдарына бағындырып, орфографиялық ережелердің барлығына сәйкес етіп аудару, сонымен қатар публикацияға кететін қаржылай шығындар, сонымен қатар қазіргі таңда Қазақстанның экономикалық жағдайы, яғни экспо өткізіп жатқан кезде осындай экономикалық өте
экономикалық мәселелері көптеп тұрған жағдайда латын әліпбиіне көшуді қолдау ол өте дұрыс емес шешім болып табылады. Қазіргі таңда өздеріңіз ойлап қараңыздар, жан-жақтағы көшедегі жазулардың барлығын латын әліпбиіне көшіру керек болады. Кез келген баннерлерде, кез келген жазулар болсын, кез келген нәрсені олар көшіру керек болады. Бүкіл халықты басынан оқыту керек болады латын әліпбиімен. Ол жерде құжаттардың барлығын ауыстыру керек болады латын әліпбиіне. Осыған кететін қаржылардың, осыған кететін қаржыларға жұмсағанның орнына қазіргі таңда қазақ тілінің дәрежесін көтеруге қаржыны жұмсаған әлде қайда тиімдірек болады деп есептейміз. Екінші нәрсе, қоғамның дұрыс қабылдамау туралы сөйлегім келіп отыр. Қоғам дұрыс қабылдай алмайды. Неге? Біріншісі, қоғамның дұрыс қабылдамауынан тіл мәселесінің өршуіне алып келеді. Екіншіден, қазақ тілі дәрежесінің төмендеуіне алып келеді. Ал ең соңғысы халықты сауатсыздыққа алып келеді. Өйткені қазіргі таңда біз білеміз, біздің халықтың арасында қазақша сөйлейтін, қазақша жаза алатын басқа тілдің де өкілдері бар. 25,3% орыс халқының осынша пайызы қазақ тілінде жазып оқи алады. Украинаның 21,5%, Белоруссияның 19%, поляктардың 20,9% қазақ тілінде оқып жаза алады. Бірақ олар латын әліпбиіне көшкен кезде оларға латын әліпбиімен жасалатын қазақ тілді қолдануға қарағанда қазіргі таңда Қазақстанда үйреншікті болып қалған орыс тілді қолдану әлде қайда тиімдірек болып табылады, және олар осы нұсқаны таңдайтын болады. Неге? Өйткені олар оған барынша оңайырақ болады. Ол кезде көптеген проблемалар пайда болады олардың үйреніш, оларды оқытып жатқан кезде. Біріншіден, жаңа жазуға адаптация керек болады. Ол жаңа жазуға адаптация дегеніміз, ол жаңа әріптерді, жаңа сөздерді дәл сол күйінде қабылдау, олардың дыбыстарының өзгерулерін сол әріп бойынша оқу, осының барлығы оларға қиынға соғады. Ол бірінші проблема. Екінші проблема, оларға таңсық дүниені енгізген кезде халықты біріншіде шошу болады. Осы шошудың арқасында олар қаша бастайды қазақ тіліне. Осылайша біз осы өзге ұлт өкілдерін, қазақ тілінде сөйлей алатын, жаза алатын өзге ұлт өкілдерінің біраз бөлігін жоғалтып алып отырмыз. Екінші, орысша білетін қазақтардың саны өте көп қазіргі таңда. Бүкіл халықтың 84,8% қазіргі таңда орыс тілінде сөйлейді, жаза алады. Ал қазақтардың қазақша білетін адамдар саны әлдеқайда оған қарағанда аз, 62 ғана пайыз болып табылады. Енді өздеріңіз ойлап қараңыздар. Қазіргі таңда кириллицаны қолданып жүрген қазақтар орысшаны көбірек жақсырақ біледі. Орысшаны олар да оқи алады, жаза алады. Енді біз латын әліпбиін осы жерде енгізетін болсақ, оларға басқа латынша әріптермен сөздер беретін болсақ, олар осының пайдаланған орнына тағы да сол секілді орыс тілін таңдайтын болады. Яғни біз осы тарапта қазақ тілінің деңгейін көтерудің орнына латын әліпбиге көшу арқылы қазақ тілінің деңгейін төмендетіп алғымыз келеді. Өйткені ол неге маңызды? Біз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың өзі айтқандай, Қазақстан 2050 стратегиясы бойынша жаңағыдай 2050 жылдарға қарай Қазақстанның жартысынан көпшілігі қазақ тілінде сөйлеу керек деген болатын. Бірақ та біз дәл осы латын әліпбиіне көшудің арқасында осы қазақ тілінде сөйлеуге бейім халықтан айырылуымыз өте қауіпті болып табылады. Сондықтан да құрметті достар, біз осы нәрсені өте үлкен назарда ұстауымыз керек. Одан кейінгі айтылатын тағы да бір үлкен мәселе. Қазіргі таңда біз түсінуіміз керек. Жастар жағы латынға көшуі мүмкін. Жастар жағы ол нәрсені жақсырақ меңгеру мүмкін. Жастар жағы сол жаққа адаптация жасауы мүмкін. Бірақ та біз түсінуіміз керек. Халықтың басым көпшілігі болашақта осы латын әліпбиінің егде жастағы адамдарға өте қиын болып табылады. Және осы кириллицаны қолдануда қазіргі таңдағы проблемалар ол қазақ тілін мүлдем осы дәрежесін төмендетуге, құрбан етуге мүлдем келмейді деп есептейміз. Сондықтан да құрметті достар, құрметті көрермендер, қазіргі таңда біз осы тіл мәселесін өте нәзік мәселе екенін ескере отыра, осы жоғарыда айтылған көптеген мәселелердің барлығын шешімі табылмайтын мәселелерді ескере отыра, дәл қазіргі таңда Қазақстанның латын әліпбиіне көшуді қолдамаймыз. Рахмет. Сізге де рахмет. Олай болса, даттаушы тобының бірінші спикеріне сұрақ қойылады. Рахмет сөзіңізге. Сіз айтасыз, Сталин кезіндегі латын әліпбиі қазіргі зерттеу бойынша өте қате болды, және олар бізге сай болмайды дейсіз. Менің ойымша, қазіргі уақытта біз сол Сталин кезіндегі өзі кириллицаның өзін зерттейтін болсақ, соның өзінде көптеген қателіктер таба аламыз. Және сен ойламайсың ба, что біздің қазіргі қоғамның білім деңгейі соны дұрыстап немесе дұрыс жеткізуге халі жетпейді деп? Мен айттым, әдейі, біздің білім деңгейіміз оған лайықты деп. Біз оны аудара аламыз, біз оны қолдана аламыз. Неге жетпейді? Сталинге дейінгі қолданылған латын әліпбилерінде ортақ стандарт болған жоқ. Ол жақта ортақ олар нормализация жасайтын нәрсе болған жоқ. Сондықтан да оларда көбінесе қателіктер, әркім әртүрлі жазатын жағдайлар өте көп кездеседі. Енді мен айтып отырмын, қазіргі таңда Сталин кезінде кириллица енгізген кезде ол жақта барлығына ортақ етіп енгізді, және ол нәрсе қазіргі таңда бізде үйреншікті нәрсе болып қалыптасты. Енді болашақта латын әліпбиін дәл солай енгізген күннің өзінде де сол бұрынғы қателіктер қайталану ықтималдығы өте жоғары. Өйткені қазіргі таңда бізде дәл балама жоқ оған. Ортақ стандарт жасауға бізге не кедергі жасап тұр?
ортақ стандарт жасауымыз мүмкін, бірақ ол ортақ стандартты халықтың қабылдауында үлкен кедергі бар. Осы нәрсені біз түсінуіміз керек. Халықтың білім деңгейі жетпейді оны қабылдауға. Халықтың білім деңгейі емес, халықтың қабылдауы жетпейді. Халықтың білім деңгейі жетуі мүмкін, бірақ та халықтың білім деңгейі жеткенмен оны қабылдау процесі өте қиынға соғады. Біз менің ойымша мемлекет соншалықты ақымақ емес, келіп бәріне енгізе салатын. Менің ойымша біз түсіну жұмыстары әрине жүретін болады. Менің ойымша біздің халықтың оған үйренуі 5 жыл болсын, 10 жыл болсын, оған қамтамасыз ете алатын болады. Біз сонда осындай процесстер болатын күннің өзінде де халық оны бәрібір қабылдай алмайды деп айта аламыз ба? Дәл сол процесті, дәл қазақ тілінде басқа ұлт өкілдері немесе қазақтардың өзіне жүргізу процесі қазір де жүріп жатыр. Және ол да іске асып жатыр. Бірақ ол қазақ тілі қазіргі таңда кириллицамен қабылданған кезде оларға жақсырақ жетеді. Ал оны латын әліпбиіне өзгерткен кезде барлық адамдар ақылды жаны біле бермейді. Барлық адамдар латын әліпбилерін тани бермейді. Сондықтан ол одан да қиынырақ мәселеге туындайды. Қаржылайға байланысты мықты мысал Өзбекстан мен Түркменстан. Бірақ Ислам Кәрімов қайтыс болғаннан кейін Өзбекстанның жаңа президенті айтты, что ол жаңа саясат ұстанатын, ашық саясат ұстанатын, және осыдан 2 ай бұрын Қазақстанға форумға келді. Бәріміз күттік, Өзбекстанда тауар оборот Қазақстанда мықты емес екен деп. Бірақ олардың өндірістік механизмі өз ел ішіндегі 500 өндірістік кәсіпорынды қамтыды. Өздерінің ғана. Енді қара, ол мен айтпаймын, что ол латын әліпбиінен барып бәрі өсіп кетті деп. Бірақ қара, осындай мүмкіндіктерді Өзбекстан бізге қарағанда өте көп қолданғаны, ол Өзбекстанның жағдайы бізге қарағанда осының кесірінен төмен болды деп айта аласың ба? Жоқ, айта алмаймын. Өйткені техника тілі ол латын әліпбиіне тіреліп қалған нәрсе емес, ол ағылшын тіліне тіреліп қалған нәрсе. Біз кириллицамен де қазақ тілін оқып жүріп техниканы меңгере аламыз, өзіміздің өнімізді көтере аламыз. Ол бұған мүлдем қатысы жоқ деп ойлаймын. Бірақ Өзбекстан немесе Тәжікстан, Әзербайжан елдері Қазақстан қарағандағы ең басты айырмашылығы ол жақта сол тілді, ана тілдерін меңгеруші халықтың саны барынша көбірек болып келеді. Ал тіл мәселесі Қазақстанда өте өршіп тұрған мәселе. Ал осы мәселені одан да өршіту үшін біз латын әліпбиіне көшуіміз мүлдем дұрыс емес деп ойлаймын. Соңғы сұрақ қойып жіберейін, Ердәулет. Енді тіл мәселесіне байланысты біздегі өршіп тұрған мәселені біз осылай шешкіміз келеді. Ал сендердің қазіргі осындай статистикалық ортада ол осы тіл мәселесі қала беретін болады. Қазақшаны көбісі орысшаға ауыстыра беретін болады. Және осыған қарағанда осындай жаңашылдық бізге керек емес пе? Жоқ, сенің айтқаның дұрыс емес. Өйткені сен латын әліпбиіне көшу арқылы тіл мәселесін шеше алмайсың. Өйткені олар орысшаны кириллица арқылы біледі, қазақшаны да кириллица арқылы біледі. Тіл мәселесін тек қана кириллицамен ғана шеше аламыз. Ал латын әліпбиіне көшкен кезде тіл мәселесін шешу одан да қиынырақ түседі. Рахмет. Рахмет. Ортаға жақтаушы топтың екінші спикерін шақырамыз. Уақытыңыз 7 минут. Рахмет, сөз берілгенге сіздердің алдарыңызға сөйлеп кеткен өте қуаныштымын. Өте қызықты тақырып, өте қызықты талқылау болды. Енді бірінші осы тіл мәселесіне келейік. Неліктен осы тіл мәселесі кирилл әрпінде жүрмейді, немесе басқа әрекеттер жасамайды деген пікірге байланысты. Біріншіден біз білеміз, осы бірінші орыс тілі деген кездегі біздегі басты көз алдымызға келетін осы кирилл әріптері, кириллдің бүгінгі тораптамаға әртүрлі В, Г деген секілді әріптері. Біздің көз алдымызда, күндегі жазуымызда, өмір сүруімізде осындай әріптер әлі күнге дейін тұрғанға дейін біздегі осы негізгі идеология, осы орыс тіліне деген құлшыныстар әлі күнге дейін қала береді, құрметті көрушілер. Әлі күнге дейін біздегі осы конституция деген секілді немесе инновация деген секілді сөздерді біз қазақша тілде өзіміздің осы Қазақстанда бұрынғы Ахмет Байтұрсынов жасаған секілді өзіміздің үндестік жағымызға кішкене алфавитімізге кішкене кісірейтіп конституция немесе инновация деген секілді сөзбен жазылса, құрметті көрші, біз сонда ғана кішкене өзгереміз, кішкене ғана біздегі сол сөздерді дегенге қараған кезде өзгерте аламыз сөздерімізді. Енді бізге сұрақ қояды, неліктен біз осыны қазіргі қазақ тіліндегі кирилл әрпімен ғана істей алмаймыз? Иә, біз қазір таңда істей алмаймыз, құрметті көрушілер. Неліктен? Өйткені осы қазіргі таңда істеген кездегі біздің қазақтың тілі өте ұсқынсыз тіл ретінде көрінеді. Неліктен? Өйткені орыс тілінде жазылған кезде конституция деп, тура сол әріппен, тура сол кириллмен конституция деп жазылған кезде, құрметті қалайық. Осы кезде біздің тіліміздің шорқақтығы немесе біздің тіліміздің әдеми еместігі көрінеді. Осы кесірінен де бұны аудару немесе осыны әрекеттерді жүру дұрыс емес стильде жүріп жатыр. Екіншіден, құрметтілер, бізде қаншақты бізде қазақша балама сөздер бар дейді. Балконды қылтима немесе арба шайтан деген секілді. Бірақ осындай сөздерді біздегі халық қаншақты қолданып жатыр, осы туралы сөйлемейді оппозиция. Бірақ та мен өзім техникалық мамандық бойынша оқимын. Бізде көптеген техникалық сөздер, статор, ротор немесе орама деген секілді сөздер аударылған. Бірақ сол қазақша балама сөздерді оқыған кезде біз ештеңе түсінбейміз, құрметті
қалайық. Неліктен? Өйткені сол кездегі орама деген секілді, оның ішіндегі бір ұстар деген секілді түсініксіз өте тілде жазылған. Бізге ол сөздер таныс емес сөздер. Осы сөздерді біз қайта оқығаннан қарағанда, бізге осының орысша сөзін естіген кезде, бізге сол мотордың жұмыс істеу принципі, немесе сол трансформатордың жұмыс істеу принципі, құрметті қалайық, оңайырақ жетеді. Біз осы принципті қолданып жатырмық. Принципі айтқан кезде бұл оппозицияның жалпы қарсылас тобымыздың айтып жатқан сөздері бүгінгі статус-квода жұмыс жасап жатқан жоқ. Бүгінгі статус-квода ол қанша біздіге бал тема, қыл тема немесе басқа деген сөздерді қолданғанмен де, ол сөздер біздің жалпы қоғамның, жалпы адамның трендінде қалыптасып үлгерген жоқ, олардың қалыптасу ықтималдылығы да өте төмен, құрметті достар. Кетті, келесі. Бізде үндестікте қандай не болады, неліктен бұл жеңіл, неге ол өзгереді? Біз көреміз, қазіргі үндестік кезінде біздегі қазақтың тіліне ыңғайланған, әлде қайда осы латын тілімен ыңғайландыру оңайырақ. Оны біздің осы кезіндегі Ахмет Байтұрсыновтың еңбектерінен де көре аламыз, қаншама сөздерді қазақтың алфавитін жаңадан жасалған кездегі, біздегі араб тілінен латын тіліне өткен кездегі. Осы кезде көре аламыз, әртүрлі сөздерді аударды, әртүрлі әрекетте, мысалға пейдж деген секілді сөздерді, пейдж деген секілді әртүрлі сондай сөздерді жақсап тұрып өзіміздің тілге айналады. Осындай сөздер қазіргі таңда да біз пейдж деп қолдана аламыз. Бірақтан осыдан кейінгі крилға өткенген кейінгі сөздер бізде әлі күнге дейін ол аударылсыз қалып қойды. Сол тура сөздерді аударғанмен де бізде қолданып жатқан жоқ. Біз өйткені біздің сана сезімімізге сол орыстың конституция немесе инновация деген сөздер қалып қойған. Осы инновация, конституция сөздерін біз латын тілінде аударып, осы сөздерді енгізбегенімізше, осы сөздер жүре берді. Осы сөздер біздің әлі күнге дейін жүрген кезде, құрметті достар, біздегі қазақ тілін игеру, қазақ тілін сөйлеу, қазақ тілінде көбірек ақпараттандыру аудиториясы одан ары қарай азая береді. Қазақ тілінің көбірек қолдану аймағы біздегі бұрынғы келтірілген, Сталин кезінде келтірілген идеология әлі күнге дейін қалып қоя береді. Соның үшін де біз осыны ауыстыру керек деп ойлаймыз. Енді бізге қарсыластарымыз не туралы айтады? Жалпы бірінші қаржы мәселесі бойынша және де Өзбекстан, Тәжікстан. Бірақтан біз көреміз, осы тілді көшкен арқасынан, латын әрпіне көшкен арқасынан, бірақ өзбектерде немесе тәжіктерде дәл біз секілді мәселелер жоқ. Дәл біз секілді тілдің мәселесі, қазақ шорқақтап сөйлеу деген секілді мәселелер жоқ. Оларда өте жақсы деңгейде тілі дамыған, әрекеті дамыған. Бірақтан біз көре аламыз, осындай қаншалықты қаражат кетсе де, мүмкін қаншалықты біраз 10 жылдық немесе 5 жылдық перспектива ұзақ алса да, бізге тіліміздің негізгі құндылығына, негізгі идентификациясын сақтап қалған әлде қайда маңыздырақ, құрметті достар. Осының үшін де біз бара аламыз. Енді қараңыздар, неліктен бізге қауіп бар? Біз көреміз, қазіргі замандағы жаһандану заманында өте үлкен бүгінгі тараптамағы осы әлем мемлекеттерінің араласы, соның арасындағы да ТМД-дағы Ресейдің ықпалы өте үлкен. Осы ықпал кезінде біздің тілімізге иммунитет қалыптастыруымыз керек. Осындай иммунитет бізде қайдан пайда болады? Осындай иммунитетті біз әртүрлі сол инновация деген секілді кез келген кірме сөздерді біз өзіміздің үндестігімізге шығарып, біз қазақтың тілдің аумағын үлкейткен кезде біздің тіліміздің әлеуеті, біздің тіліміздің иммунитеті одан ары қарай күшейеді. Одан ары қарай олар бүгінгі тараптамаға әл-ауқаттылығы арта береді. Осындай әрекеттерді біз жұмсауымыз керек. Енді бізге недегі? Қоғамның дұрыс қабылдамауы немесе сауатсыз процесі. Осы кезде адамдарды екі топқа бөлуге болады. Бірінші, осы 23% немесе 25% әртүрлі украин, орыс тіл білетін адамдар өте жақсы сауатты адамдар. Бұл сауатты адамдар біз латын тіліне әрпіне көшкен кездегі бұл қазақ тілін меңгермей қалады немесе меңгеріп кетеді деп айта алмаймыз. Бұлар әлі күнге дейін екі тілді де осы жақсы оқитын адамдар латын тілді де игере береді, осы игере алады достар. Екіншіден біз ойлауымыз керек, ендігер осының оқытылу әрекетіне байланысты грамматиканы үйрену латын әрпінде әлде қайда оңай болады. Неліктен? Өйткені крил әрпінде ұқсас әріптер өте көп. Ш, Ш, Ц, С деген секілді. Осы кезде грамматикалық тұрғыдан дұрыс жазу ықтималдылығы азырақ болады. Неліктен? Өйткені бізде осындай әріптерді заминать ауыстыра алатын достар, басқа да альтернативалар осы латын әрпінде өте көбірек, сауаттылық деңгейін біз осы күнде жақсырақ сақтай аламыз, құрметті достар. Келесі, не туралы айтты? Бастан шу шығады, немесе басқа әрекеттер жасайды, қоғамдағы әртүрлі қызу талқылаудан қазақ тілінің деңгейі түсіп кетеді дейді. Бірақтан біз көрмейміз осы қазақ тілінің деңгейі түсіп кетеді, немесе басқа әрекет жасап кететіндігі туралы.
қазақ тілінің деңгейі, құрметті достар, латын әрпіне көшу немесе латын әрпіне көшпеу, бұның екеуінің арасында тұрған іс-әрекеттіліктің маңыздылығы жоқ. Бұл тура сіздер айтқан секілді латын әрпімен L-ді былай ұзында оқып жазғанмен біздің тілді үйренуге деген қызығушылығымыз немесе басқа әрекеттеріміз жоғалып кетпейді, құрметті достар. Енді осы кезде біз көреміз әртүрлі L немесе басқа букваларды өте үлкен бұрынғы көшкен кездегі арасында айырмақашылықтар болды дейді. Өйткені ол кезде кириллді әріптеріміз білмеді. Бізде қазір таңда кез келген 40-тағы 50-дегі адамдар да осы неміс тілін оқыды, олар латын әліптерін толығымен біле алады. И оларда ондай қиыншылық, тілді игеруге деген қиыншылықтар немесе зардаптар болмайды. Осыны игере береді, игере алады. Рахмет мынандарыңызға. Рахмет. Келесі сөз кезегі даттаушы тобының екінші спикеріне береді. Уақытыңыз 7 минут. Саламатсыздар ма, достар? Біз бүгінгі күнде латын әліпбиі жаман демейміз. Латын әліпбиі біз мойындаймыз кириллицадан жақсы. Егер де қазақ тілі латын әліпбиін қолданатын болса, онда бізге жақтаушы тарапы айтпақшы орфографиялық қателіктерден құтылатын едік. Жаңағы инновация деген сияқты, конституция деген сөздерде инновация, конституция деп қазақтың тіліне бұрмалап, қазақтың тілінің нақышын сақтап айтатын едік. Егер де біз латын әліпбиін қолдансақ, мүмкін ғылыми техникалық прогреске ілгері жүретін едік, мүмкін ағылшын тілін оңайырақ үйренетін едік. Егер де біз латын әліпбиін қолданатын болсақ, біздің қазақтың тілінде үйрену оңайырақ болатын еді. Шетелдің азаматтары қазақтың тілін оқыған кезде грамматикалық тағы да басқа ерекшеліктерін оңай ескеретін еді. Қазақта бар жоғы 26-29 дыбысты оңай үйренетін еді. Бірақ бұның бәрі бір ғана мәселемен болады. Егер де бізде латын әліпбиі болса, бірақ өкінішке орай қазіргі жағдайда бізде латын әліпбиі жоқ. Біз кириллицаны қолданамыз. Және бізде осы кириллицаны қолдануымыз өте үлкен мәселелерді алып келеді. Кириллицадан латын алфавитіне біз оңай көшіп кетсек, бәрі керемет болатын еді. Бірақ біз өкінішке орай оңай көше алмаймыз. Біз даттаушы тарап ретінен тек осы көшу процесі туралы ғана сөйлесеміз. Және көшу процесінің алып келетін зардаптар туралы сөйлесеміз. Біз не туралы айтамыз? Біріншіден, біз тілдік әлеует кезінде қазақтың тілінің беделінің қалай төмендейтін туралы айтамыз. Бізге жаңа керемет сандар болды, де. Қазақ тілінде Қазақстан республикасында көп ұлтты мемлекетпіз. Сол көп ұлтты мемлекеттің қарым-қатынас тілі, байланыс тілі ол орыс тілі болып табылады. Сонымен қатар Қазақстан республикасының кез келген азаматы мемлекеттік қызметтерді орыс тілінде талап ете алады. Қазақстан республикасының кез келген азаматы басқа азаматтармен еркін түрде орыс тілінде сөйлей алады. Себебі орыс тілінің бізде мәртебесі халықтардың ортасындағы байланыс тілі болып табылады. Осыдан біз не көреміз? Орыс тілін көптеген адамдар қолданатынның арқасында славян халықтарының ішінде қазақ тілін білетіндердің саны өте аз. Жаңа айтып өтпекші, 25,3% орыс қана қазақ тілінде жазып және оқи алады. 21,5 украиндық қана қазақ тілінде оқып жаза алады. 19% белорус қана қазақ тілінде оқып жаза алады. Бұл 2009 жылғы санақтың нәтижесінде көрген ақпараттарымыз. Және бұдан нені көреміз? Қалғандардың бәрі осы орыс, 25,3% орыстан басқа қалғаны 74,7% тек орыс тілінде жазып сөйлей алады. Украиндықтардың, белорустардың 81% тек орыс тілінде жазып сөйлей алады. Осы кезден біз не көреміз? Қазақтың тілін латын әліпбиіне көшіретін кезде орыстарға қазақтың тілін жаңадан үйренгеннен көрі орыс тілінде сөйлей берген оңайырақ болады. Жаңадан қазақтың әліпбиін үйреніп, одан кейін жаңадан әлі қалыптасуға тұрарлық грамматиканы үйренгеннен көрі, оларға өте жақсы альтернатива бар, орыс тілі. Орыс тілін қолданады, Қазақстанда орыс тілін қолданған адамдар оңай өмір сүре бере алады. Әлі күнге дейін олар мемлекеттік қызметті орыс тілінде талап ете алады. Әлі күнге дейін көшелерде магазинге кірсе, дүкенге кірсе, тағы да басқаға кірсе, халықаралық байланыс қарым-қатынас тілі болғандықтан біздің этникалық ашылықтарымыз орыс тілін қолданып жүре бере алады. Сонымен қатар қазақ тілінен бас тартуына тура келеді. Не үшін? Себебі біріншіден олар әліпби ауысып жатыр, оқу қиынырақ болады. Екіншіден
грамматикасы бұрын қазақ тілін кириллицаның грамматикасымен үйреніп жүрген адамдар жаңа грамматиканы үйренуіне тура келеді, және бұл өте үлкен күшті талап етеді егде адамдардан. Қабылдаймын сұрағыңызды. Неге осы біз қазіргі таңдағы орыс адамдар бар, орысша сөйлейміз, қарым-қатынас тілі деп. Біз осылай жүре берсек, біз қашан осы қазақ тілінде толығымен сөйлейміз біріншіден. Екіншіден, біз осы орыс тіліне деп не үшін біз орыс тілін адамдар іс-әрекеттер жасайды деген секілді, біз осындай мүмкіншілік беріп жатыр. Осындай мүмкіншілік бере берсек, біз қашан қазақ тілінде сөйлейміз, қашан бүгін тараптама Қазақстан мемлекеті боламыз, қашан біз өзіміздің ұлттық тілімізді насихаттаймыз, дәріптейміз. Біріншіден, өзіңіз айтпақшы, егер де біз кириллицадан латын әліпбиіне ауысатын болсақ, онда грамматика толықтай өзгереді. Демек, қазір қазақ тілін кириллицаның грамматикасымен оқып жүрген адамдардың бәрі білімдерін ұмытып, латын әліпбиінің грамматикасына көшуіне тура келеді, және осы кезде біздің қазіргі циклдік өсуіміз қайттан артқа шегіне бастайды. Бұл біріншіден. Екіншіден, неге біз орыс тілінен бас тарта алмаймыз? Бұндай радикалды жолға бара алмаймыз, себебі біздің еліміз дейтін ол қазақтардың мемлекеті емес, Қазақстан Республикасы. Ол Қазақстанда тұратын әрбір 130 ұлттың мемлекеті. Сондықтан осылардың байланыс тілі болғанда, олар бәрі қолдана алатын орыс тілін қазіргі күнде орыс тілінен толықтай радикалды түрде бас тарта алмаймыз деп есептейміз. Жарайды, осымен сұрағыңызды қояйық, біздің екінші нүктеге келейік. Екінші нүкте, құрметті достар, қаржылай шығындар туралы сөйлесек та. Бізге айтады, осындай қаржылай шығындар соншалықты маңызды емес, тағы да басқа. Біріншіден, мынандай мәселені айтайық. Лингвистер, жаңа айтпақшы, біздің қазақтың лингвистикасы, грамматикасы, орфоэпиялық, орфографиялық нормалар, тағы да басқа нормалардың барлығы толықтай өзгеруіне тура келеді. Бұрын біз конституцияны конституция деп айтып үйреніп қалсақ, енді сіз айтпақшы конституция деп айтуымыз керек. Немесе тағы да басқа нормалардың барын өзгертуіміз керек. Бұл қаржылай шығынды ғана емес, өте үлкен уақытты талап етеді, өте көп мамандарды талап етеді, және осы кезде біз қазіргі жағдайда осындай өзгеруге біз дайын емеспіз. Біріншіден, өзіміз бүкіл ғаламда болып жатқан ақшаның тапшылығы, басқаша сөзбен айтқанда кризис. Екіншіден, қазіргі таңда экспоны өткізіп, одан жаңадан біз қайтадан дамуға белең алып жатқан кезде, бұндай шығындар бізге керек емес. Екіншіден, бізде бұл шығындар шектелмейді. Көшеде шыққан кезде қазіргі таңда барлық жазулардың бәрі кириллицада. Көшенің атаулары кириллицада, анашты билбордтар кириллицада, баннерлар кириллицада, дүкендердің атаулары кириллицада, және бұл тек қана біз Астана қаласында бұндай жазулар дейтін өте мыңдаған жазулар өте көп. Және бұл бір ғана қалада, ауылдардың бәрінде, қалалардың бәрінде осындай жазбалардың бәрін ауыстыру, ол өте үлкен шығындар талап етеді. Бұнымен қоса, бізде ғылыми мәдени жәдігерлеріміз өте көп, кириллицада жазылған. Сталинға дейін латын әліпбиінде жазылатын болса, Сталиннан кейін бұл кириллицада жазыла бастады. Және қазіргі таңда осы 100 жылдан астам уақытта жазылған әдебиеттердің барлығын толықтай аудару, немесе барынша жоғалтып алмау бізден өте үлкен ақшаны, өте үлкен күшті, өте үлкен уақытты талап етеді. Және осы жоғалтып алған уақыттардың бәрінде біз латын әліпбиіне халықтар біріншіден жаңағыдай қарсы болып жатады. Мына жерден ақшамызды жоғалтып жатырмыз, мына жерден жәдігерлерімізді жоғалтып жатырмыз. Біз одан да осы дүниелердің бәрін барымыз кириллицамен дамыталамыз. Себебі ғылыми технологияның тілі ол латын әліпбиі емес, ғылыми технологияның тілі ол ғылым мен технология. Оны Қытайдың әліпбиінде де біз көрдік. Ғылыми технологияны дамытуға болады. Клавиатураларында пернетақталарында Қытайдың әліпбилері бар. Кореяның тағы да басқа мысалдарынан көреміз. Әліпби ол жерде маңызды емес. Ол жерде нағыз маңызды дүние тек қана ғылым мен мәдениет. Рахмет. Рахмет, спикерлер, осымен біздің пікір сайысымыз аяқталды.